Аптасына кем дегенде 2 рет, 3 рет ауылды жаяу аралап жүріңдер. Қайт осы жерде не мусор, қай жерде шашылып жатыр, қай жерде қандай құлап жатқан сарай бар ма, мусор бар ма, бәрін трактормен күреп тазалап, ауылдың тазалап, адамдар, қоғамдықтағы адамдарың бар, мусор тазалайтын адамдарың бар, бәрін жауып, мына көшені бітірдің ба, келесі көшеге өт, бүкіл ауылды жаяу аралап шығу керексің. Айтса айтқандай ғой, мынаның бәрі мына ауылды аралайсың вообще. Күнде неше рет, аптасына неше рет аралайсың ауылды. Жаяу жүресің да ауылдың ішінде. Жаяу жүретін болса, ардайтын болса, мусорлардың бәрін көрмейсің бе? Мына кейде билікте отырған адамдардың кемшіліктерін айтсам, сын айтсан, иә? Енді ол заң оған тыйым салмайды. Сын айтуға әр адамның өзінің пікірі бар. Соны айтсын кемшіліктерді. Мысалы, үкімет көңіл аударсын, қылмысы болса тексерсін, орнынан алып тастасын, басқа адамдарды қойсын деп айтасың ғой. Сонların комментарийдің астында жартысы, кейде жарыстан да көп болып кетеді. Болды, жетеді, шығу керек, қыру керек, революция істеу керек, қан төгіс болмайды, түкте болмайды деген комментарий деген керемет көп жазады. Мен соны түсінбеймін. Қан төгілсе кімнің қан төгіледі? Қазақтың қан төгіледі ғой. Ана қаңтардағы сияқты. Сондықтан содан кейін біреулердің анасы шырылдап қалады, біреуінің балалары шырылдап қалады. Ана қаңтарда қанша адамдар шырылдап қалды. Сондықтан мына қан төгісіз басқа да жолдар бар. Басқа мемлекеттер пайдаланып, сол басқа жолдар таңдап қан төкпей биліктерін ауыстырып жатыр ғой. Халықта бірлік болса, ауыз бірлік болатын болса, халық білімді болатын болса, белсенді болатын болса, басқа жолдар көп. Ал мына немереден жатып алып, диванда жатып қан төгіске шақыра беруден онда ешқандай пайдасы жоқ. Ешқандай өзгеріс болмайды онда. Біз жата береміз айғайлап, солай. Енді міне Тоқаевтың кейбір шешімдерін адам баласы болғаннан кейін біреудің шешім біреу қолдайды, біреу қолдамайды ғой. Мен кейбір шешімдерін қолдаймын. Өте дұрыс. Мысалы, ана сайлау туралы. Енді ол кісі айтып отыр, 2025 жылдан бастап мына кейбір қалаларда да, ауданның әкімдерінде халық сайласын деп отыр. Берді ме мүмкіншілік? Соны пайдалану керек қой, заң шеңберінде. Міне Семейде 12 қазанда сайлау болады. Жарайды, кемшілік болмайды. Мына аудандарда да міне бізде де болуы мүмкін. Ауданның әкімінде сайлаған кезде, сонда міне сіздерге мүмкіншілік беріп отыр. Елім, жерім дейтін, халықты ойлайтын, ар ұятпен өмір сүретін патриот азаматтар бар ғой араларында. Шығару керек соларды, қою керек соларды. Ана әр жерде болады, кемшілік болмайды, бұрмалау болуы мүмкін. Жоғары жақтан да кейбір адамдар өздерінің адамдарын тықпалауы мүмкін. Ондайға мүмкіншілік бермеу керек. Заңды түрде, заң шеңберінде өз адамдарымызды, халықтың арасынан шыққан адамдарды елін ойлайтын, соларды өткізуіміз керек біз. Сонда ғана біз алға жылжимыз. Мемлекет ретінде, ел ретінде. Өйткені жасыратын жоқ. Ана совет күннен бері мына сайлау, кейбір сайлаулар болмайды, болатын болса, ол ана жоғары жақтан айтқан адамның ғана өтіп жатты. Енді мына халықтың арасы, халық өз сайласын деп отыр ғой. Мүмкіншілік беріп отыр ғой, соны пайдалану керек. Ана сайлаудан бетіктеріңіз қайтып қалған, мен оған оны түсінем. Бірақ өзгеріс керек десеңдер, ана билікті ауыстырамыз, қырам жоyayım деп жатсыздар ғой, қан төгім. Жоқ, оны қан төкпейік. Барыңыздар, өзіңізді ауданыңызда өзгеріс керек па сізге? Аудан әкімін тағайындағалы жатыр ма? Бару керек. Содан кейін өздеріңіздің қолына іс келесін. Мынау адал ғой, халыққа қызмет істейді ау деген білімді азаматтарды шығару керек әкімдікке. Жол бермеу керек бұрмалауға. Сайлау әділ өту керек. Соған бақылау істеу керек. Жан жақтан бақылау істейтін болатын болса, қазіргі кезде барлықтарыңыздың қолдарыңызда телефон бар, видео түсіретін. Мықты бақылау болатын болса, еш нәрсе өзгерте алмайды олар. Халықтың арасындағы кімді халық қолдайды, сол өтеді. Тоқаев беріп отыр, халықтың арасынан шықсын, өздері сайласын деп. Енді сол мүмкіншілікті жібермеу керек. Үйде жатып айғайлағаннан түкте болмайды. Азаматтар шығару керек. Мына тек қана өзінің бас пайдасын ойлайтын
ішіп жеуді ғана ойлайтын, ақша табуды ойлайтын, уақытша ғана отыратын, елді ойлау деген білмейтін ұятсыз шиновниктерден құтылу үшін біз осылай халық шығып белсенді түрде халықтың арасынан шыққан азаматтарды әкімдікке тағайындауымыз керек. Әр аудан солай тағайындайтын болса, қалалар тағайындайтын болса болашақта, сонда мына бізде өзгеріс болады жақсы жағына. Біздің балаларымыз бар, немерелеріміз бар, олар дұрыс өмір сүрсін десеңіздер. Мына немене заңды түрде әділ мемлекетте өмір сүрсін десеңіздер, сондай өзгеріс керек. Билікке ұнамай отыр, өзгертім деп отырсыздар ғой. Міне сіздерге мүмкіншілік берді, өзгертіңіздер заңды түрде. Мына кімге Сократов Пифагорға кімге сұрақ қойғанда, балалар бақытты болу үшін не істеу керек дегенді айтқан ғой. Балалар бақытты болу үшін мына правовой государствода заң, әділ заң жұмыс істейтін жерде әділдік бар елде туу керек дейді. Сол әділдік болу үшін біз мына сайлауларға баруымыз керек. Онсыз болмайды, өзгеріс болмайды онда. Ал ана қырып, жойып, революция істеп, ондай бізге алысқа бармаймыз. Тоқырап қаламыз. Бейбіт жолмен іздеуіміз керек бәрін жолды. Ассалаумағалейкум, әлеуметтік желі қолданушылар. Бұл Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Дархан Көктерек елді мекен тумасым Артақ Нұржан Жұмадылаұлы. Мен өзім бірінші топ мүгедекпін. Менің айтайын дегенім, кешегі мынау болып жатқан оқиғалар Қазақстанымыздағы. Кеше Ардақ Назаров деген депутатымыз парламентте отырып анасын құттықтады. Құтты болсын. Одан қалса кеше Зайсан ауданының әкімі лапылдап халықтың алдында аузына кигенін құсты бұратыла. Сол сияқты нәрселер көбейіп жатыр ғой негізі. Келді да бұған Зайсанның әкіміне 55 мың теңге штраф сапты. Не деген батпан құйрық 55 мың теңгемен құтылып кетті. Оны статьямен жұмыстан шығарыңыздар, құртыңыздар о жерден. Отырмасын халықтың алдында ондайлары. Ардақ Назаров та парламентте мінберінде отырып алып, анасын құттықтады, анасын үйіне барып құттықтасын, халықтың алдында емес. Бәріміздің анамыз бар ғой. Енді айтайын дегенім, Зайсан ауданның әкімі ауданның емес, ауыл әкімі, Чилік ауылының әкімі ғой. Отырып алып, лапылдап, халықтың алдында лапылдап аузына кигенін құсты ғой. Соған 55 мың теңге штраф саған ят емес пе? Құзырлы органдағылар, жоғарыдағы отырған ағаларымыз салу керек, жақсылап айыппұлды салу керек. Сонымен статьямен жұмыстан шығарыңыздар ондай адамдарды. Осыдан бір 5-6 жыл алдында бір әкім халыққа малсың деген, сол кезде де ештеңе істемеген, сендер малсыңдар деп айтқан бір әкім бар. Әкімді әкім қылып отырғанда халық, депутаттар депутат қылып отырғанда халық, парламенттегілерді де барлығын, жоғарыдағы отырғандардың бәрін халық болмаса, әкім не керегі бар, депутаттың не керегі бар, президентіміз не керегі бар. Сол халық болған екен, депутат болып отыр, президент болып отыр, әкім болып отыр, халықпен санасып, бөлісіп отыру керек. Халықпен айтысып, халықты жерге тықпау керек қой бұлар. Бұратыла, әкім дегендерін сөйлей алмай кетті қазір. Қай жердің әкім болса да, бұратыла өздерін биікке қояды. Сон жоғарыда отырған құзырлы орган не қарап отыр? Жоғарыда парламентте отырған, мәжіліс залында отырғандар не қарап отыр екен бұларға? Жаңа Қазақстанымыз дейді. Қандай жаңа Қазақстан? Шешесінен бастап әкесіне дейін сабап отырған әкімдер болса, қандай жаңа Қазақстан боламыз бұл жерде? Жүйе ескіріп отыр, жаңарып отқан жоқ бізде. Жеушілер де көп, алушылар да көбейіп кетті. Мысалы, Сарыағаш ауданында Дархан елді мекенінде Корот пен екеуінің ортасында
қаншама демалушылар халық бар да, басқа жерлерге барсаң жарқырап тұрады да, ауылды жерлерде. Біздің именно жаңа курортный зонада Дархан мен ненің арасында түнгі сағат 12-ден кейін свет өшеді бізде. Ол бар. Екінші мәселе, көпірден үлкен трассаға дейін светтерді көрсеңіз, анау әшейін шырақ жағып болғандай, баяғы заманның шырағын жағып болғандай, әзірге лампочканы ауыстырады да, ертең күйеді ол лампочка. Әзір осы көшенің өзінде бір примерно 90 прожектор болса, сол 90 прожектордың 15-і ғана жанып тұр, басқасын бәрі күйіп қалған уже. Ертең ауыстырамыз дейді да, болды, қояды. Жаңа Қазақстанымыз ғой, жаңартайық, одан да өзгертейік. Басқа жерлер сияқты, басқа елдер сияқты елімізді жаңа жаққа қарай тартайық та. Миллиардтап жеп кеткен әкімдер 1-2 жыл отырады да шыға салады. Әкімі бар ма, депутаты бар ма, жаңа ғана банкері бар ма, миллиардтап жеп шығайын деп атқандар бар еді, халықтың қай-қайымен тоқтап қалды қазір. Ол да бір күні шығады. Миллиардтың жартысын лақтырып жіберсе болды, шығып кетеді ғой бізде. Қазақстанымызды жаңартайық, жаңағыдай лапылдаған әкімдерді құртайық, статьямен құртыңыздар.